Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Киев тортын даярлаймыз. Бұны королевский торт деп те атайды. Ең алдымен шарлот кремін даярлаймыз. Ол үшін бізге 70 грамм сарыуыз, яғни ол 4 үлкен жұмыртқа немесе 5 кішкентай жұмыртқаның сарыуызы, 90 грамм қант, 20 мл сүт және 180 грамм сары май керек. Алдымен сүтімізді бір ыдысқа құйып аламыз. Оның үстіне 90 грамм қантымыздың жартысын саламыз. Газға ақырын баяу отқа қоямыз. Оны жақсылап араластырып отырамыз. Сүтті қайнағанға дейін жеткіземіз, бірақ сүтті қайнатпауымыз керек. Жұмыртқаның сарыуызына қалған қантымызды салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Ыстық сүтті осы сарыуызымызға ақырындап баяулап құйып отырып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Сұйықтықты қайтадан ыдысқа құйып, оны баяу отта газға қоямыз. Оны лопаткамен жақсылап араластырып отырамыз. Қоюланғанға дейін араластырамыз, бірақ қайнатпаймыз, жай ғана араластырып. Қоюланған уақытта біз газды өшіреміз. Одан соң лопаткамызбен тексеріп көрсек болады. Лопатканың үстінен саусағымызды жүргізген уақытта біздің саусағымыздың ізі қалу керек. Сол кезде осы креміміз дайын деген сөз. Кремімізді бір ыдысқа құйып, бетін пищевая пленкамен жауып, оны уақытша тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Келесі кезекте біз корждарын даярлаймыз. Ол үшін бізге 180 грамм белок, яғни 6 үлкен жұмыртқаның ақуызы керек, 230 грамм қант, 1 шымшым лимон қышқылы, 1 шымшым тұз, 140 грамм орех, яғни мен бұл жерде 70 грамм грек жаңғағы және 70 грамм арахис қолдандым. Негізгі оригинал рецептте 140 грамм кешью қолданады, бірақ мен осылай араластырдым. Одан соң 40 грамм ұн керек. Алдымен арахис пен грек жаңғағын блендерден өткізіп, жақсылап езіп аламыз. Оған 40 грамм ұнымызды қосып, жақсылап венчикпен араластырып шығамыз. Осылайша біз ұнымызды даярлап қоямыз. Ақуызға 1 шымшым лимон қышқылы және 1 шымшым тұз қосып, миксердің баяу жылдамдығымен араластыра бастаймыз. Ең алдымен баяу жылдамдықпен араластырамыз. Сол кезде ақуыз ақырындап әппақ болып көпіре бастайды. Сол кезде біз ақырындап қантымызды қоса бастаймыз. Қантымызды бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Ең бірінші қантта қосамыз, одан кейін жылдамдығын кішкене көбейтеміз. Содан соң қантты қайтадан қосамыз. Сөйтіп орташа жылдамдықта миксермен жақсылап араластырамыз. Осы ақуызымыз әбден араласып, әппақ болып көпіруі тиіс. Бұл кезде миксеріміздің басын көтерген уақытта миксердің басында осы ақуыз қатып тұруы тиіс. Ең бастысы өте қатты көп араластырып жібермеңіздер. Егер миксердің басында қатып тұрса, ол кезде сразу тоқтату керек миксерді. Ақуызға құрғақ заттарымызды араластыра бастаймыз. Оны бірнеше бөлікке бөліп отырып саламыз. Бірінші бөлігін саламыз, одан соң лопаткамен араластырамыз. Арахисіміз майлы болғандықтан, ол жаңа ақуызымыз басылып қалуы мүмкін. Сол үшін біз бірнеше бөлікке бөліп саламыз және лопаткамен бірнеше рет ғана араластырасыздар. Көп араластырудың қажеті жоқ. Меренгамыз өз қалпын сақтау керек. Сол үшін аз ғана араластырамыз. 16 сантиметр формамызды дайындап алып, астына тефлоновый коврик төсеңіздер болады, немесе пергамент қағазын. Сол формамыздың ішіне меренгамызды 3-ке бөліп отырып саламыз. Яғни бізде 3 корж болады. Осының ішін тегістеп шығамыз. Формамызға салып, содан соң формамызды алып, екінші коржымызды дәл солай ішіне меренганы толтырып, 16 сантиметр формамызбен меренганы 120 градуста қызып тұрған пеште 1,5 сағат пісіреміз. Корждарымызды 120 градуста қызып тұрған пеште 1,5 сағат пісіреміз. 1,5 сағаттан кейін пешті өшіріп, сол пеште суытып қоямыз. Шоколадты ганаш даярлаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм шоколад және 200 грамм сливки қажет. Сливкиді газда ысытып аламыз. Содан соң оған шоколадымызды салып, жақсылап араластырып отырып, ерітеміз. Ергеннен соң оны біз бір ыдысқа құйып алып, оны погружной блендермен жақсылап араластырамыз. Сол кезде ішіндегі шоколад пен сливкиіміз бір-біріне қосылып, жақсылап өте араласу керек. Ганашты 6 сағатқа тоңазытқышқа салып қоясыздар. Сол кезде ол тоңазытқышта тұрып өз қалпына келеді.
Шарлот кремімізді жасауды жалғастырамыз. Ол үшін сары майды жақсылап миксермен араластырамыз. Ол әппақ болып көпіргенше араластырамыз. Содан соң холодильниктен заварной кремімізді шығарып, оны біртіндеп отырып, осы сары майға қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Ақырындап отырып қосамыз, араластырамыз. Шарлот креміміз осымен дайын болады. Ол өте қою, яғни миксердің басын алған уақытымызда ол миксердің басында қатып тұруы тиіс. Өте қою крем болады, бірақ соның өзінде корждарға жақсы сіңеді. Дайын болған кремімізді вупипайдың насадкасы салынған кондитерский пакетке салып даярлап қоямыз. Шоколадты ганашымызды тоңазытқыштан шығарып, оны миксермен жақсылап араластырамыз. Оны аз ғана араластырсаңыздар жетіп жатыр, соның өзінде ол тез қоюланып кетеді. Негізінен қара шоколад өте тез қоюланады, сол үшін миксермен өте көп араластырудың қажеті жоқ. Дайын болған корждарымызды даярлап аламыз, оны пештен шығарамыз. Астында пергамент қағаз болған болса, оны немесе менде тефлоновый коврикті ақырындап алып тастаймыз. Меренга негізінен пеште болған уақытта ол үлкейеді, сондықтан біз оны 16 сантиметрлі формасын келтіріп аламыз. Қалған бөліктерін блендермен немесе қолмен үгітіп аламыз, содан соң оны тортымызды сәндеуге қолданамыз. Корждарымызды қырауды бастаймыз. Ең бірінші коржымызды қоямыз, оның үстіне шарлот кремімізді кондитерский мешокпен жағып шығамыз. Кремді барынша қалың қылып жаға берген дұрыс, ол корждарымызға сіңіп, өте жақсы дәм береді. Екінші коржымызды қоямыз, оның үстіне шоколадный ганашты кондитерский мешокпен сығып жағып шығамыз. Шоколадный ганаштың аздаған бөлігін алып қаламыз, оны тортымыздың бетін сәндеу үшін қолданамыз. Шоколадный ганашты да тортымызда қалың слоймен жағамыз. Қалың слоймен жағылса да, ол корждарымызға сіңіп, өзінше бір жақсы дәм береді. Лопаткамен тегістеп жіберсеңіздер де болады. Шоколадты ганаштың үстіне үшінші коржымызды орналастырамыз. Содан соң шарлот кремімізбен тортымыздың жан-жағын барлығын тегістеп шығамыз. Бұл жерде идеально тегістеудің қажеті жоқ, өйткені біздің
корждарымыздан қалған қиындылармен соны үгітіп алып, біз тортымызды сәндеп шығатын боламыз. Қалған шоколадты ганашымызды ертіп алып, тортымыздың бетіне құямыз. Бұл жерде менікі сияқты сіздерде ағып кетпеуі тиіс. Бетіне ғана құйып шығамыз. Айналасына ағызбауға тырысыңыздар. Содан соң үгітілген үгінділермен жан-жағын барлығын сеуіп шығамыз. Ол үшін мен астына пергамент қағазын төсеп алдым. Сіздер де төсеп алсаңыздар болады. Сол кезде ыдысыңыз бұлғанбайды. Үгінділерді тортымыздың жан-жағына және кішкене беткі жағына, шоколадымыздың шеткі жақтарына жағып шығамыз. Мұнда пергамент қағазын алып тастаймыз. Сол кезде ыдысымыз таза болып шығады. Тортымыздың дәмі өте ерекше, керемет болып шығады. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.